мен бірнеше ай болды. Руслан деген досымыз бар, құсбегі. 10 жылдан аса танимын оны. Сол досыма Делика таңдап жүрміз. Бүгінгі күнді осы естелікте қалатындай түсірейін дедім. Қазір досым артынан бара жатырмын. Русланның өлмейтін көлігі деймін. Мені ютубқа былай керек қой. Программадан ауыстыра салуға болмай ма? Жоқ. Кесіліп қалады ма? Кесіліп қалады. Блин, сол жаман. Ал былай түсірсең, керісінше жаңағы ана сторисқа да ала аласың, рилсқа да ала аласың, бір жағынан. Уақытты алады ба? Екеуінде сол анда бүркіт сұңқар ұстайды. Яғни бүркіт отыр. Осындай мына қыран құс бүркіт. Өзінше болып отыр. Бүркіттің айырмашылығы мына көбінесе құйрығында ұзын болады. Құйрығы мысалы көбінесе бізде баннерларда, фотоларда тақылдақ, басқа құстар жүр. Құстың маневрына жақсы оң әсер етеді де, құйрығы ұзын болған. Түлеп отыр. Қандай керемет. Русланды алып, міне қазір бағамыз Деликаларды қарап, Starwagon деген немесе L300 дейді. Маған ең ұнайтын модель ғой. 4 бұрышты. Алдамасаң шенке ұнамайды. Кейін бруталити да. Ремень. Руслан, неліктен Деликаны таңдадыңыз? Басқа хайс сияқты... Деликаның ішінде бір өзіңде үйде отырғандай сезесің, ол бір кеңістік бар. Екіншіден жол талғамайды, тюнингқа көп мүмкіншіліктері бар. Одан кейін американдықтардың өзі Жапониядан арнайы сатып алып, тюнинг жасайды екен. Қазіргі заманның өзінде де қаншама жаңағы моралды жағынан ескіріп кетсе де. Сол. Осы охотничьего. Динозаврға аңшылыққа шығамын қазір. Такие пульки есть для воздушек. Ножи. Если кто хочет. Рыбалка. Осыны охотничьего. Үйрекке барған кезде. Көріп атсам онда барамын тоже. Ау. Карта слот жоқ. Здорово. Ну что сказать, Делика чуть подуставшая, конечно. Starwagon.
И Атештің етінен дөнер жеу екен. кола деп пепси сатып жіберді. Басқасын алып берем. Жоқ, кола жоқ екен. Енді осы пепсini алып, ана жолға тұру керек қой деген. Aldın ba? Ya, екі күнге жетеді маған. 2 күн делике алуға. Как раз багажниками. Қандай шиналар? Бірі бар, зимний бар ма? Зимний дискісімен бар. Ну, вроде бы нормально. Машина хорошая, но Рус подложил свинью. Машина оказалась механикой, который Рус не водит. Өмірдің қызығы осы. Еске жеттік, машина күшті, бірақ Рус механика айдамайды екен. Байтерек. Великий перекресток, где расположен шиномонтаж на баке, разварка. Итак, Часик кеттік. айтма что-то. Нормальный машина берірсі. Кезесің. Тезірек. Басына клималарына нормальный. Мерседес бостауымыз миллион теңгеге алып жүрген сатып алған ауыл. Расход жағы қалай? Қаладағы есептеп ем. Өзің қазақстан? Рус, машина не твоя пока. Не так. Оказывается, умеет. Конечно, еще. О, какие тут. Ты чего убежал сюда? Итак, для прикола, да, поставить? Только начало или от начала до конца? Это конец уже.